Ассалаумағалейкум достар, мен ютубермін деген дүние ғой. Ютубермін, жаңадан шыққан ютубермін. Көбінесе мен ештеңе түсірмеймін. Бұл менің новый ең алғашқы видеом. Бұл мен үйіммен выживание Майнкрафт түсіретін боламын. Яғни аса Ерлан KZ арнасындағы Ерлан KZ-тің ағасы боламын. Атым Еркебұлан Асанов. Мен атым ютубтағы аты никнейм Ерко KZ болады. Но бұл менің этажный деген этажында дым қызық жоқ. Екінші этажында мына жақта кілең байқта отырады. Алмас киім, изумруд, элитра, солай заттар жасап алған болатын. Сондай заттар бар менде. Бірінші этажда мына сундықта мынандай заттар болатын. Осындай заттар. Мына жақта кілең тамақтар, анау тамақтар жасап кетейікші. Паучи глаз керек емес, маған керек емес заттарды осыяққа салып кетемін. Мынау төсек. Осындай мысалға әйнектерді қалай жасады деп ойлайсыңыздар ма? Очень печкаға кіресіздер, мына жерге факел қойған жерге қоясыздар, песок қоясыздар, астына бір блок қоя саласыздар, сонымен ол пісетін болады. Мынау менің аттарым. Мынау менің бағанағы Ерлан KZ деген інімнің үйі. Арнасының ссылкасы описаниеде болады. Үйінің іші осындай. Сандықтың жоқ, онымен мен жақында қосылу ойнаған болатынмын. Қосылу ойнаған кезде ол көп зат салып үлгермейді үйіне. Келесі қосылу ойнап отырсақ, сол кезде түсіріп, үйін сәндеп, сөйтіп көмектесетін боламын. Мынау менің екінші інімнің үйі. Ол ютубтан түсірмейді, сондықтан менімен көп қосылу ойнамайды. Мынау өзімнің үйім, бағана көрсеткендей. Бұл мынандай жетел. Мен бұл жолы ештеңе бірдеңе салмаймын. Бұл жолы мен тек қана үйлерге обзор анау көрсететін боламын. Айтпақшы, мен бұл ойынға мод жазып алған болатым. Мод ол қалай жұмыс істейді десеңіздер, мен мысалға мынандай зомби анау сиыр моб көретін болсам, бүрірім любой қолмен бірден ұрам, тек ол резко бір удардан өлетін болады. Мысалға зомби, скелеттер дейтіндер тиісіп атса менің жаным кетпейтін болады. Қазір мысалға мен тоңғыл жібертем, түнде мобтар келеді. Моб келген кезде модты тексеретін боламыз. Моб. Короче, мен моб таптым. Кет. Бір өдерін өледі. Мені атып атыр, бірақ маған дым болмайды. Қолмен ұрам. Дым болмайды. Мен оларды бір өдермен ғана жалп еткізем. Еще маған железо өтін. Жақта елдейсіңдер. Салам алейкум. Короче, сондай өлтіріп сөйтетін боламыз. Дұқ жететін адам қызық, бұларды қуалайды ғой. Сосын екіншісі мынандай каменный топор, мынау қылыштардың жандары вообще кетпейді. Ондай жаны 0 болып тұрады, бірақ әр нәрсе өлтіретін, бірақ жандары вообще кетпейді. Вот, сол осы модтың жақсы жері. Модтың ссылкасын описаниеге қалдыратын боламын. Мен бұл модты, бұл Майнкрафтты қалай жазады десеңіздер, мен не істеген болатынмын. Телеграмнан алған болатын. Телеграм Андрохак деген телеграм болатын. Соның ішінде Майнкрафтты тауып, Майнкрафтты жаздырам. Ол модымен бірге келеді өзіңізге. Сондықтан модымен бірге келеді. Модты пайдаланып қосып көрсеңіздер болады. Андрохактың ссылкасы, если сіздерде телеграм болса, ссылкасы менің описаниемде болады. Осымен видеоны аяқтаймыз. Мен айтпақшы, мен скин анау алып үлгерген жоқпын. Короче, осындай менің скиннің түрі осындай. Бағана айбеттің өзі шығып кеткен болады. Алғашқы видео болған соң, бұл көп не болған жоқ, көп өзгеріс, үй салып үткен, дым істеген жоқпын. Алғашқы видео болған соң, тек қана
үйлерді көрсетіп, скин анау-мынау модтармен таныстыру болатын. Мынандай блок магмаларды қалай жасады деп ойлайсыздар? Мен факел қойғым келген жоқ. И что, менде факел болған жоқ. Бірақ қазір бар. Менде бұл үйді салып жатқан кезде менде факел болған жоқ. Сосын андай жетелдердің үйлерін кездестірдім. Сосын жетелдерден андай короче, мен осы жерде жатқан кезде айдалада жүрдім. Айдалада сундукты алып, сундуктың ішінде андай изумруд анау-мынау заттар тұрды. Мен дейтін, сосын жетелдерге жүгірдім, жетелдерден кірдім, жетелдерден осындай андай блок магмаларды сатып алған болатын. Көп нәрсе солардан сатып алдым. Сатып алып үйіме қойып қойдым, үй жасадым. Короче, солай. Бүгінгі видео енді осы жерден аяқталады. Сау болыңыздар. Приятного просмотра. Көргендеріңіз үшін рахмет.